Сәлем достар, бүгін сіздермен үй жағдайында бананды балмұздақ жасайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар, алда көптеген рецепттер салатын боламын. Ал енді балмұздақ жасауға кірісеміз. Бананымызды қабығын аршып алып, бөліктерге бөлетін боламыз. Бөліктерге бөліп алып, бананымызды морозильникке шамалы қатыруға жібереміз. Себебі шамалы қатырылған бананымыз блендерда жақсы езілетін болады. Ал енді блендерда бір келкетіп езіп аламыз бананымызды. Міне осындай сұйық масса шықты бізде. Сосын холодильникте мұздап тұрған сливкиімізді алып, қою масса болғанша миксерлейміз. Міне осындай қою масса шығу керек бізде. Сливкиіміз бізде міндетті түрде 33-34% болу керек майлылығы. Міне осындай қою масса шықты. Енді езілген бананымыз қосып бір келкі болғанша араластырамыз. Миксермен араластырмаңыздар. Осындай қасықпен, немесе осындай күрекшемен араластырыңыздар. Сосын сгущенка құямыз. Және тағы да араластырамыз. Сгущенка бізге тәттілігін береді. Және де тәтті дәм береді. Енді осындай ыдысқа құйып аламыз. Міне осындай узор түссін деген мақсатта насаткамен құйып алдым. Және қалауларыңыз бойынша әрлесеңіздер болады. Шоколад құйып, мен посыпка сеуіп әрледім. Сосын морозильникке бетін жауып, морозильникке 3-4 сағатқа қатырамыз. Міне біздің балмұздағымыз дайын болды. Жасап көрсеңіздер болады. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.